бірінші қатардан бастап қандай еңбек? Екінші қатар келе қойыңыздар. Үшінші қатар келе қойыңыздар. Үшінші қатар келе қойыңыздар. Жақсы болды иә. Барлығымыз қағаздарымызды алдық. Енді бірінші партаға қазақ суреті түскен, яғни мына сурет түскен топтар отырады. Екінші партаға орыс тобы отырады. Мына суретті қараңыз, суретті. Үшінші қатарға ағылшын тобы отырады. Үшінші тобымызға жақсы, не себепті бұлай бөлінді? Себебі бүгінгі тақырыбымыз осы топтарға байланысты. Жақсы, тақырыбымыз сонымен дүниежүзі халқының тілдік топтары мен әулеттері жазамыз. Бүгінгі күнді ақпанның 23-і және тақырып жазамыз. Дүниежүзі халқының тілдік топтары мен әулеттері. Өзінің топташысын сайласын және осы бағалау бойынша бағалайтын болады. Топташыларды сайлайды. Сонымен бірінші топ сіздерде Нұрай, екінші топ сіздерде Ахмет, үшінші топ Шырай. Жақсы, топташыларды сайлап болған болса, онда сабағымызға кірісейік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық жіктелуін түсіндіреміз және бағалау критерийі бойынша дүниежүзі халықтарының тілдік әулеттерге топтастырамыз және де тілдік топтарға жіктейміз және оларды картадан көрсететін боламыз. Енді елбасымыздың саясаты бойынша үш тілділік мәселесі біздер қазір осы тақырыбымызға байланысты терминдерді, яғни сөздерді үш тілде айтып шығатын боламыз. Жақсы, сонымен тіл, язык және language, халық, people, тіл әулеті, этнос, ұлт, nationality, тіл тобы, language group. Жақсы, яғни оқушылар сіздер үш тілде негізгі баламаларды айта алдыңыздар. Ары қарай тақырыбымызға кірсек, кітапта 45-46 тақырып және 66 беттер. Жақсы, сонымен ең бірінші халық дегеніміз кім? Халық дегеніміз не? Халық дегеніміз кімдер? Тілі, діні, мәдениеті, сосын территориясы ортақ адамдардың жиынтығы. Мысалы, сіздер халықсыздар, Қазақстан Республикасы халықсыздар. Және халық дегеніміз мемлекеттің несі негізгі негізі болып саналады. Енді халықтың басты ерекшелігі не? Тіл. Себебі тіл арқылы да біз өзге ұлттарды бір-бірінен ажырата аламыз. Және тіл арқылы істейміз. Тіл дегеніміз не? Адамдардың бір-бірінен қарым-қатынас жасайтын құралы. Мысалы, мен сіздермен қазір сөйлесіп отырмын, сабақ түсіндіріп отырмын. Не арқылы? Тіл арқылы. Тіл біздің негізгі қарым-қатынас құралымыз. Енді ғалымдардың зерттеуі бойынша әлемде 7 мыңнан астам тіл бар. Ойлап қараңдар, 7 мыңнан астам тіл бар. Мысалы, сіздер оның кем дегенде 2-3-ін білесіздер, ал басқа да өзге тілдер өте көп екен әзірде.
Бірақ 7000 тіл дегенмен оның қолдануына байланысты тілдер екі топқа бөлінеді. Қандай? Өлі тілдер және тірі тілдер. Өлі тіл дегенімізде қолданыстан шығып қалған, қазір жер бетінде ешқандай адамдардың қолданбайтын тілін өлі тілдер дейміз. Мысалы, оларға жатады грек тілі, ежелгі грек тілі. Сосын аққат, коп сияқты тілдер жатады. Бұларды қазір ешқандай жерден адамдар сөйлемейді, тек қана жазбаларда, кітаптарда ғана ежелгі грек тілін көре аламыз, иә? Енді тірі тілдер деп отырғанымыз не? Қазіргі кезде кеңінен қолданып жүрген тілдерді тірі тілдер дейміз. Мысалы, өзіміздің сөйлеп тұрған қазақ тіліміз тірі тілдер, иә? Ағылшын, жапон, орыс деген сияқты. Енді ары қарай жалпы әлем халқы қарым-қатынас жасау кезінде бір тілді қолданбай, бірнеше тілді қолдану мүмкін, иә? Мысалы, сіздердің өзіңіз орыс тілінде қолданасыздар, немесе ағылшынды қолданасыздар. Бұл неге байланысты? Бұл халықтың этникалық құрамы. Осы жерде этникалық, яғни этнос деген ұғымға тоқталайық. Этнос дегеніміз аудармасы халық деген. Сонда бұл халықтың құрамына байланысты. Сондықтан да елдер не істейді? Бірнеше тілде сөйлеуі мүмкін. Мысалы, Қазақстан бізде қандай? Көпұлтты мемлекет, 130-дан астам ұлт өкілі бар. Сол себепті біздер орыс тілінде де, ағылшын тілінде де, басқа тілде де сөйлей береміз. Енді халықтың этникалық құрамына байланысты елдер қалай бөлінеді? Бір тілділік және қос тілділік. Бір тілділік дегеніміз не? Мысалы, Жапония деп қойған, Сауд Арабиясы араб деп қойған, қалай ойлайсыздар? Неге бір тілділікке мына мемлекеттер жатады? Себебі этникалық құрам деп тұр ғой, этникалық құрамға байланысты дейді. Олардың елінде адамдар көп. Бір ғана халық сол тілде. Жақындап қалыңыздар. Мысалы, Жапония мемлекетінде 99%-ын жапондықтар құрайды. Ал бізде керісінше 60%-ын қазақтар құрайды. Ал 99%-ын Жапонияда жапондықтар құрағандықтан бір тілділікке жатады. Бірақ пайызы сондағы өзге ұлттар құрайды. Ойлап қараңыздар. Почти 100%. Сол себепті олар неге жатады? Бір тілділікке жатады. Ал бізде мысалы Қазақстан мемлекеттік тіліміз қазақ болғанмен, ұлтаралық байланыста біз орыс тілінде сөйлей береміз. Сонда біз бір тілдікке жатпаймыз, иә? Сосын қос тілділік деген бар. Оған мысалы Канада мемлекеті. Француз тілінде, ағылшын тілінде қатар қолданылады. Сол себепті халықтың этникалық құрамына байланысты бір тілділік және қос тілділік деп біздеміз бөлеміз екен. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне, экранда, кітаптада бар осындай сызба. Яғни әлем тілдерінің тарауы және сөйлеушілердің саны. Әлемде кең таралған тілдер, яғни топ тілдер, міне алтау берілген: Қытай, ағылшын, испан, хинди, араб, орыс тілі. Сонда бірінші номерде бізде кім тұр? Қытай тілінде сөйлейтін адамдардың өте көп екен. Кең таралған тіл бірінші номерде Қытай. Себебі 1 миллиард 200 мың адам сөйлейді. Ағылшын тілінде 520 миллион адам сөйлейді. Испанда 400 миллион, сондықтан италия, орыс 200 миллион адам сөйлейді. Сол себепті осы алты тілді әлемдегі кең таралған тілдерге жатқызамыз. Міне, карта берілген, қараймыз. Ашық қызыл түсті берілген Қытай мемлекетінде орналасқан Қытай тілі, иә? Ары қарай күлгін түстер. Солтүстік Американы қамтыған, сосын Австралияны қамтыған, иә? Испан тілін қарайшы. Оңтүстік Америка, Латын Америкасы елдерін және Мексиканы қамтып тұр. Қарап тұрсаңдар, Америка құрылымында, бірақ неге испан тілінде сөйлейді? Неге испан тілі ол жерде кең таралған? Мысалы, Солтүстік Американың Канада сияқты, ақш сияқты мемлекеттері ағылшын тілінде сөйлейді, бірақ Мексика, Латын Америка испан тілінде сөйлейді. Неге? Қалай ойлайсыздар? Себебі отарлау саясатына байланысты оқушылар. Бұрын ұлы географиялық ашылулар кезінде, мысалы, Христофор Колумб, Магеллан сияқты саяхатшылар істеген жаңа жерлерді ашқан уақытта жаулап алып отырған. Сол себепті ол жерде испан, немесе француз, португал сияқты тілдер өте кең таралған. Мысалы, Африка құрлығын қарайықшы. Африкада небір түстер бар? Ағылшында бар, арабта бар, французда бар. Себебі Африканы көп мемлекеттер істеген отарлап алған. Сол себепті ол жерде тілдердің көптеген түрі таралған. Жақсы. Ары қарай. Кітаптарыңызда 70-71 бетті ашыңыздар. Сол бойынша түсінген
бойынша бөлінетін тілдердің бірлестігі. Тіл туыстығы. Оны қалай түсінеміз? Мысалы, мына кестеге қарайық. Үнді-еуропалық тілдік семья, әлемдегі ең көп таралған тілдік семья осы үнді-еуропалық. Оған қандай туыстық тілдер жатады? Герман, славян, роман, кельт, балтық, грек, иран. Яғни бұл тілдер бір-бірімен туыстығы бар тілдер. Мысалы, германға кімдер жатады? Немістер, шведтер, испандықтар, славянға орыстар, украиндер. Бұлар үнді-еуропалық деген тілдік отбасыға жатады. Ары қарай өзіміздің қазаққа қарайықшы. Қазақ қандай тілдік семьяға және топқа жатады? Алтай тілдік семьяға және түркі тобына жатамыз деген. Өзіміздің тарихымыз оқушылар. Алтай тілдік семьясы және түркі деген топқа жатамыз. Онда қазақтардан бөлек кімдер жатады? Түріктер, татарлар, чуваштар деген сияқты халықтар жатады. Мына жерде сіздер білмейтін көптеген халықтар бар. Солардың барлығы тілдік семьяға және топтарға бөлінеді. Түсінікті ғой? Міне, мына картаны қарайық. Америка құрлығында үнді-еуропалық тілдік семья таралған. Алтай, Қазақстан, Моңғолда жатыр, Ресейдің шығыс бөлігі. Сосын Афро-азиялық, азиялық, Сино-Тибет, Қытайдағы жатыр. Осылай. Жақсы, онда бірінші тапсырма былай. Топтық жұмыс бұл жерде, яғни қазақтар, орыстар, ағылшындар болды. Бірінші қазақтар тобы табамыз, екінші орыстар, сосын ағылшындар. Ендеше бірінші сұрақ қандай? Берген елдердегі негізгі ұлт пен тілді анықтау қажет, қайдан? Картадан. Қазір картадан сізге мынандай нысан белгіленіп көрсетіледі. Бұны бірінші топ ескеру керек, табуымыз қажет. Яғни тілін табуымыз қажет. Қай мемлекетте қандай тіл бересіз? Жақсы, бірінші топ сіздерге ойланып жауап беріңіздер. Қазір өзім сұрайын, көріп алып қой. Жақсы. Екінші орыс тобы сіздерге мына белгіленген жерлердегі қандай тілдер таралған? Ойласып жауап береміз. Қарап оқып, үшінші ағылшын тобы қараймыз. Мына белгіленген қызыл жерлерде үшінші қандай тіл таралған? Жақсы, бірінші топ болдыққа жауабын сұрай кетсек. Екінші топ болдыққа ойласып. Жақсы, үшінші топ дайынсыз ғой, дайынсыз. Бірінші топ. Міне сіздерді. Жақсы, жауапқа қарайық. Сіздерді қандай жауаптарыңыз? Ағылшын сіздерде? Жауапқа қарайық. Дұрыс па? Қытай, ағылшын, испан. Өте жақсы, үш рет қол шапалақтар. Жақсы, бірінші тапсырма. Енді бұл екінші тапсырма. Екінші тапсырмада сіздерге тапсырма парақтарын қаратамын. Қараймыз. Бұл жұптық тапсырма. Жұптық тапсырма. Енді бұл кестеден істеуіміз қажет. Қандағы 71-ші бетте кесте бар, тілдік отбасы мен тілдік топтар бар. Сол кестені толтырамыз. Мысалы, сіздерге мына жерде бірінші тапсырмада тіл тобы берілген, славян, герман, роман. Сол қай әулетке жататынын табамыз және славян, герман, романда қандай халықтар бар. Соны жазамыз. Тоя барлығы кестеде берілген. Сосын мына жерде екіншісінде Алтай деген тіл әулеті берілген. Оның тіл топтары қандай? Айтып кетті. Сосын халықтары кімсіз? Тоя. Мына жерде үшіншісінде арақ берілген халық. Ол қай әулетке және қай топқа жатады? Жақсы. Кірісеміз, 7 минут уақыт бар. Дәптерге. Дәптерге өзіңізге жазып алыңыздар. Сізді оқыңыз. Бірінші кітаптан тауып салыңыздар. Жұптық тапсырма. Бөлім екеуміздеміз. Қараймыз, иә?
минут бар, 2 минуттан кейін айтып береміз. Тоқтаушыларға қарап қаламыз. Болды, оқушылар, уақытымыз 7 минут өтті. Болды. Жақсы, ермеңіздер. Ешеңізбіз. Сонымен, оған оқушылар. Болды, аяқтаймыз. Оқушылар түсініп қарап отырамыз. Сонымен сіздерге мына жерде беріп тұрған Славян Герман романы біздің тобы қай елде пишеді? Еуропалық, иә? Еуропалық, Славян Герман роман тобының халықтары келесі Алтай тіл әулетінің тіл тобы халықтар кімдер? Үшінші халық ретіндесіндегі арабтар берілген. Арабтардың қандай тіл әулетіне кіреді? Абрайзалық, иә? Және тіл топтары қандай? Семит, сосын Кушит, иә? Өте жақсы. Ары қарай көпұлтты елдерімізіне, көпұлтты елдермен қандай мысал келтіреміз және көпұлтты елдердің қалыптасу жолын анықтауға қажетпіз. Жақсы, топ бойынша айтайықшы онда. Бірінші А сұрағында көпұлтты елдерімізіне қазақтар тобы. Өз ойыңыз қандай? Көпұлтты елдеріміз иә, көпұлтты елдеріміз яғни бір мемлекеттің ішінде көптеген этностардан құралады, иә. Жақсы, көпұлтты елдерге қандай көпұлтты ел бар? Екі мысал келтірейік. Айтасыз. Қандай көпұлтты ел білесіз? Қазақстан, сосын ағылшын ұлт қой. Ресей, иә? Жақсы, өте жақсы. Ресей, Үндістан, Қытай деп айтасыз. Сіздерге көпұлтты елдер қалай қалыптасуы мүмкін? Қалай? Мысалы, Қазақстан қалай көпұлтты болды? Оған қандай факторлар келуі мүмкін? Бұл жерге көп халықтар келеді. Қандай халықтар? Оны тұрмын. Қазақстанға көп халықтар теңіздерді немесе тауларды қарауға келеді. Сол кезде жоқ, саяхаттау барысында ғой. Сол жерде мәңгі сақталып қалу қажет. Сол үшін ғана ол көпұлтты болды. Мысалы, көшкелі ой деген сияқты, иә? Сосын, осыдан саясат жүргізді, жақсы. Жалпы бал оқушылар, топ басшылар, қарайды, жалпы бал 4 бал. Тобымызда кім шошты тапсырманы барлығын орындады, сол оқушыларға жалпы бал көтеру бересіздер. Ал бастай болса, 2 балдар, 3 балдар бересіздер. Жақсы. Ары қарай оқушылар, тақтаға назар аударамыз. Серіктеу сәті сәлем түзелмей, әлем түзелмейді дейді. Бұл тақырыпты мен не үшін қойдым? Енді бұған байланысты нәрселер айтуымыз қажет.
көрсету, жалпы амандасқан уақытта сіздер мысалы қай жерлерде амандасасыздар? Мектепке келгенде жақсы мұғаліммен міндетті түрде амандасасыздар, иә? Басқа қай жерде амандасасыздар? Көшеде, қонақта, сосын қалай? Көршілермен, сосын магазинге амандасасыздар ма? Иә, яғни сәлемдесу ол неге байланысты? Тәрбиеге байланысты, иә? Яғни сіздер үлкен кісімен көргенде амандассаңыздар, онда сіздің тәрбиелеріңіздің өте жақсы екендігін білдіреді, иә? Сол себепті үлкен болсын, кіші болсын, қай жерде де амандасып жүруіміз қажет. Келесі 5 минуттық жұмыс глоссарий, яғни жаңа терминдер дәптерге өзіңізге қажетті кітаптағы ұғымдарды жазып аласыз. 5 минут уақыт беремін. Глоссарий, яғни кітапта бүгінгі тақырыпқа байланысты өзіңізге қажетті терминдерді жазып аласыз. Кітапта бүгінгі тақырыпқа байланысты қандай терминдер бар? Тіл бар, мысалы, жазамыз. Өзіңізге қажетті жерлерді ғана жазып аламыз. 5 минут уақыт беремін. Анықтамалар. Мысалы, тілді не тілді білсіз? 5 минут уақыт беремін. 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 5 минут уақыт беремін.
Yani tıpkıların birbirine sekizsindir. Ondan Tapsırma okursak. Konuşma var mı? Birinci top konuşma. İkinci top. Üçüncü top. Жақсы. Енді жауаптарын өзім айтамын. Себебі болғаныңызға. Немесе бірге тексерейік. Сонымен роман тобы. Молдавандар, француздар, және көңілдер. Иран тобы. Қазақтар, тәжіктер, қазақтар. Балықтарды солай ма? Славян. Болгар, және поляк. Герман тобынан кімдер Швеция. Түркі тобынан
9 deymiz. Bu dengey bo'yicha Cobalt yetkiga misol keltirsangiz, siz dengey bo'yicha o'zingizga sur'atni ishlasangiz, qanday mutlaq narsada tilda qo'llaniladigan xalqlarda bilasiz. Uni yozib ko'rsangiz, uy жұмысida tezroq bo'lamiz. Uy жұмысы belgiga boramiz. Yaxshi bo'lsa, uy жұмысida tezroq bo'lamiz. 3 yilda birinchi yil o'qimaysizlar. Yetishli qo'llanilgan misol sizga o'zlaringiz sur'atni ishlasangiz, qanday mutlaq va nasiblar va toplar. Uni ko'ramiz. Uy topsangiz. Kelesi sabahdan tezlik bo'ladi. Ya, topsangiz bo'ladi. Shaxs o'qishlar aralay geri bayramda yani bu sabah bo'yicha ish qo'shib berdi. Bu ish qo'shishlar bir ish bo'yicha ya'ni birinchisi to'shirib, ikkinchisi ko'zlari tushishga vaqt chorasidan bo'ldi, taqrir bo'yicha. Ya, o'zi men bergan farqlar shu. Taqrir bo'yicha ya, ishni bilamiz. Ish birikda ishni yozib chiqamiz. O'zida taqrir bo'yicha. Ya'ni kelishda xalqning tilda orientatsiya to'g'ri bo'yicha qanday tushunim bor? Ya'ni sizga qanday ko'zqarashingiz bor? Ya'ni qanday fakt bor? Qanday fakt bilmaysiz? O'zingizni ko'zqarashingiz bor. Ushbu ishni Siz yazılsa asbay o'zingizga o'ylaringizni yozib qo'ying. Qanday farq bor misol bugun TikTokda bo'yicha? O'zlaringizni so'rang. Qanday tujurum jasoqqa bo'ladi? Sağ operasyonu alayım. Topaşlardan. Doktorumuz boyunca. Sabah doktor birinci tavsiye doktorumuz boyunca okul doktor bir satın var. Doktorumuz kaç yıl oldu? Doktorumuz şalvar. İş balı diye. Şalvar iş balı. Bazılarımızda o da iş balından olsa, diyor, bu da doktorumuz canlı diye. Sonra Kazakistan'da. Рай Муслима Екіне, өте жат деген. Орыстар тобында Батухан дейді. Мадия, Аружан, Аружан. Болды па оқышан? Kaçıncı nasıl Onu kadar kurgarası kuşumalar yapar.
деп есептелеміз. Және халықтың басқа ерекшелігі бізде тіл, иә. Тіл дегеніміз адамдардың қарым-қатынасы. Сонымен дүниежүзінде қанша тіл бар? Бірақ ол қолдануға байланысты күнде түрі бөледі және бөле дегеніміз мысалы ежелгі грек тілі қазір ешқандай жерде қолданылмайды. Тірі тіл дегеніміз ал дүниежүзінде қанша тіл бар? Бізде кең таралған қытай, ағылшын, испан, хинди деген араб және орыс. Бірақ бірінші орында бізде Қытай. Енді мына картасы. Сонымен бізде жаңа тілдік аудиттерге және топтарға жетеді. Әлемде ең көп таралған тілдік топ үнді, еуропалық, иә. Олардың топтары кімдер? Жақсы, ол бойынша тақсырмада орындадық. Ал қазақтар қандай тіл тобына және Алтай тіл тобына және түркі тобына кіреді. Жақсы. Оқушылар, мұнда осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Үй тапсырмасын алдыңыздар, иә? Орныңыздан